Армысыздар, құрметті ағайын, сіздер ұмытпаңдар, менің хабарын көріп отырсыздар. 1947 жылдың 21 қаңтары күні сол кезеңдегі орталық партия комитетінің арнайы қаулысы шығады. Қаулы Ұлттық ғылым академиясының тіл және әдебиет институты жұмысындағы өрескел саяси қателіктер туралы деп аталады. Осы бір құжат сол кезеңдегі қазақ әдебиетін зерттеушілерге үлкен тосқауыл болды. Осы олқылықтың орнын толтыру мақсатында қазақ әдебиеттану ғылымының жаңа буыны белшеше кірісті. Солардың бірі көрнекті қазақ ғалымы Хабиболла Сыдиқов еді. Біздің бүгінгі әңгімеміз Хабиболла Сыдиқов жайында болмақ. Хабиболламен мен 30 жылдай бір институттың қабырғасында бір бөлімде қатар отырып жұмыс істестім. 30 жыл. Аз уақыт емес әрине. Бұл жылдардың ішінде талай кісілер келіп кетті бұл бөлімде болып жұмыс істеп. Біз қалдық екенбіз. Бұрынғылардан қалған сол екенбіз ғана деп айтуға болады. Осы бөлімде, әдебиет тарихы бөлімде деп аталады. Өзі Хабиболла қарапайым жігіт болатын. Адамгершілігі мол, сыпайы, биязы, көп сөйлемейтін. Тек бір орынды жерлерінде ғана өз пікірін бұлай айта салатын. Онысы дәл түсіп жататындығын. Дәл түсіп жататын өзінің ойының, өзінің мақсатының барлығын сол аз сөзбен білдіріп отыратын еді. Тақырып бөліскен кезде үлкен әңгіме болады бөлімде. Қай тақырыпты кім жазу керек, қалай жазу керек деген мәселелер бөлімде арнайы қаралады. Сондай кезде Хабиболла үндемей отыра береді. Мен мынаны алайыншы, мен бүйтейінші, мен үйтейінші деп айтпайды. Оның бір мінезі. Осылай сыпайы отырады, сосын ақырында жұрт алып болған кезде жаңа мен осы батыс өңірінің ақын жырауларын алайын дейді де қояды. Бір қалыпта, бір тоға, ешқандай оғаштығы жоқ. Сызылып сөйлеп, әдемі айтып, әдемі отырып, әдемі қалжыңмен жарасып отырған кездер көп көрдім. Жолдастыққа өте адал, достыққа өте сенімді. Жолға шыққанда да көңіл күйіңді бағып, ешқандай артық сөз айтпай, жымиып қана күліп, өзің бір жеңіл бір әдемі қалжыңға әзіл болып, соны айтып қана отырып, көңілді отыратын деді. Көп өзіне сұрамаса, ана мынау нәрсеге Хабиболланың ұстаз ретінде қалыптасқан, жалпы өзі ішкі зиялылығы мықты жігіт екенін көріп жүрді. Мен өзім ойлаймын, внутренний культура дейді орыстар. Сол жақ өзінде туа біткен қасиет пе деп ойлаймын Хабиболлада. Себебі ішкі зиялылық, ішкі мәдениет ол біліммен келмейді. Мың жерден университетті бітіріп, мың жерден ғылым докторы болмаса, академик болып, егер ішінде туа біткен қасиет болмаса, оны ала алмайсың. Міне осы Хабиболлада осы қасиет бар еді. Енді бұл кісі біреудің жалғыз баласы ғой. Апалары болған, былай ер баладан жалғыз болған. Содан Атырауға барғаннан кейін 65 жылы папасы қайтыс болды. Сосын 67-де мамасы қайтыс болды. Сол екі кісінің кеткеніне жаман қатты қиналды. Ал бұлай тұрмысымызда өзіміздің балалар өскесін ол кісіге қиналатындай не салған жоқ, жүк салған жоқ. Балалардың бәрі өздері оқуға түсті, оқып кетті, тәртіпсіз емес. Сондықтан ол жағынан ол кісіге көп қиналатын уақыт болған жоқ. Енді қатты әлгі қуанған деп сұрап жатырсың. Мына кітаптарды ол кезде бір кітап шығаруға қиын болды ғой. Сол осы Ақберенді шығару үшін, жаңағы Теңіз лебін, Маңғыстау деген кітаптарды шығару үшін көп жүгірді. Ал енді осы кітаптар шыққан сайын қатты қуанатын. Кітабымыз шықты деп ол бір, мына біздер аналар балаларын 9 ай толғатып дүниеге перзентін келтірген сияқты. Ол кісі де сол кітабын келсе соған қатты қуанатын еді. Ол көбіне көп батыс Қазақстан өңірінің
әдебиет тарихын, мәдени мұрасын көп жинады. Және соларды жинап қана қоймай, жарыққа шығарып, зерттеуді мол еңбек сіңірді. Айтарлық еңбек сіңірді. Сонау 70 жылдарда Ақберен деген жинақ шығарып, ол кезде Совет үкіметінің кезінде қазақ әдебиет тарихын біз 18 ғасырда ғана бастап, арғы дәуірге бара алмай жүрген кезіміз. Соның алдында ғана Мұхтар Мағауин дәлелдеп, қазақ әдебиетінің тарихын 15 ғасырдан бастап өрттеп, Қобыз Сары деген кітап шығарып, одан соңынан кейін антология, Алдаспан деген антология шығарды. Соның ілес ала артынша Қайболла Ақберен деген жинақ шығарды. Сонда жаңағы алғашқы Мұхтар шығарған кітап жалғасы осы кітап шықты. Сол кезде бұл үлкен жаңалық еді. Өйткені біз көбіне көп 18 ғасырдан Бұхарадан бастап және санаулы ғана кісілерді ғана айтып жүрдік. Басқа кісілерді айтуға бір жағынан саясат ырық бермеді, екі жағынан кісілер именді, үшінші жағынан материалда аз болды. Мен осы келгенде Қайболла ерінбей жарақпай ауыл-ауылды аралап, бүгін Маңғыстау, Атырау облыстарын өзі білетін материалдарды түгел жинап, соларды саралап, зерттеп, кітап қылып та шығарды, және зерттеу мақалаларында да жазды. Оның сол анау Нұрым Мұрындар, Абыл Ақтандардан бастап жазған Шынияз, тағы көптеген санақтардың аттарын атап қана қоймай, солардың әдебиеттегі рөлін ашып, әдебиет тарихындағы орнын белгілеп, батыс өңіріндегі бүкіл поэзиялық дәстүрді тұтас бір жүйе ретінде қарастырған адамымыз еді. Өзі айттым, аз сөйлейтін деп. Өзі бір орынды жерінде болмаса көп сөйлей бермейтін. Осы бөлімде тұрамыз, кейде зергеміз. Сонда жаңағы өзің оқытушылардың дауысын салады. Темірғали Нұртазиннің әсіресе дауысын салып, сөйлейтін тұғын. Соның дауысын айнытпай салатын. Соның бәріміз мәз болып күліп отыратынбыз. Сонда жаңағы Темірғалидың бір өзің бір серлік, сондай бір қасиеттері болса керек. Сол студенттерді ауылын алып, дачасын алып барып жұмысқа істететін бір жайларын айтады. Сонда жаңағы жігіттерді нанға жұмсап беріп, қыздармен оңаша қалып сөйлескенді, әзілдескенді жақсы көретіндігін айтып отырады, сосын дауысын салады. Шегіміз қатып күлетінбіз барлығымыз. Ол кезде өзі сондай еңбекқор адам, сосын өте қарапайым, еш уақытта көңілін әлгі иығын көтермеген, сондай адам еді. Сол жаңағы бір несінде, өлеңінде, осы соңғы кезде қараймын ғой енді күнделігін. Сонда бір күнделігіне жазып кетіпті. Құрбының қатар жүрген сарасы едім, жасымнан өлең жырға талас едім, көтеріп көкірегімді көргенім жоқ, әуелден бетегеден алас едім деп. Сол бетегеден аласалығы сондай, қаншама мына кітаптарын жазып, оларды баспаға тапсырған, ана кітабым бар, мына кітабым бар, мынадай істеп жатырмын деп еш уақытта көңілін жаңағы көтермеген адам. Енді соның бір Құдай деген адам ғой былай қарағанда. Оның өзінің ақындығын біз ақын екендігін көп біле бермейтінбіз. Соны өзі айтып қалды бірде осындай бөлімде тұрғанда. Мен жаңағы жазушылар одағына мүше болу үшін арыз бергенім қанша жылдар өтіп кетті. Бір хабар жоқ деп сөйтеді. Қалай ол? Неге өйтті? Неге олай деп сұрақ қойдық. Сөйтсе жаңағы берген жерде олар қарау керек екен, шақыру керек екен. Осын мәселені қарап шешу керек екен. Оған ол шақырмағанда шешпеген де соғатымен жабылғазан жабылы. Жоғалып кеткен. Берген арызы, қағаздары, жаңа жинақтарын бәрі жоғалып кеткен. Соны кейін осы қайтыс болардың алдында ғана соны қабылдады, жазушылар одағына. Мүшелікке қабылдады. Ал енді өлеңдер жинақтарына басылды, өзінің зерттеу еңбектерінің ішінде ауылына арнаған, еліне арнаған, әке-шешесіне арнаған өлең жырлары жарық көрді. Ал енді біз оған қарап отырып, оның әжептәуір ақын екендігін көрдік. Сократ данышпан базарды аралап жүріп, маған керек емес нәрселер қандай көп деген көрінеді. Сол секілді азды қанағат тұтқан бейнеткеш Қабиболла ағамыз осы бір алақандай бөлмеде өзінің өлмес туындыларын, ғылыми еңбектерін жазған екен.
Хабиболла бұл материалдарды кітап бетінен ғана емес, халық арасынан жинауға да көп көңіл бөлді. Мысалы Түркменстанға Айдаровпенен, профессор Айдаровпен бірге барған экспедициясында көп материалдар жинап қайтты. Түркменстандағы, Өзбекстандағы қазақтардың ауылдарында болып, экспедицияда болып, жаңа бәрін жазып қайтты. Сонда бір оқиғаны еске түсіріп айта кетейін. Бірде бір кісі бір нұрлы кісі аққұба сақал қойған, мұрты ширатылған, жүзі жылы бір кісі кіріп келді, ұзын бойлы бөлмеге. Онда біз 75-ші бөлме дейміз, қарсы бөлмеде отыратынбыз. Кіріп келді дағы, Хабиболлаға ассалаумағалейкум деп сәлем беріп, қолын алып, үлкен кісі отырып қалды. Бізбен амандасқан жоқ, біз керек те қылған жоқ. Сосын енді жаңағы сөздің жарасыма қарап отырсақ, екеуі шүйіркелесіп кетті. Сөйтсе жаңағы экспедицияға барған кезде соғысын жазып алып қайтқан екен. Ол кісі өзінің өлеңдері деп Нұрым, Қашаған, тағы басқа ақындардың шығармаларын өзінің пластинкасына түсіріп жариялап жіберген екен. Соны орындап беріп, сосын бұл ақсақал кімнің өлеңдері десе, бұл менің өлеңдерім депті. Бұл қалай болады? Бұл Қашағанның жырлары, бұл Нұрымның жырлары десе керек. Соны жаңағы кісі өзінің ұят басып қалғандығын байқаған болу керек. Соған кешірім сұрап, осы Хабиболлаға жалбақтап жатқан себебі сол екен, жаңағы кісінің. Содан кейін бізді шақырып қолжазба бөлімінде біраз жыр толғады. Сонда керемет дауыс, саңқылдап тұрған өзі жырды керемет айтатын кісі екен. Бірақ әттең бір кемшілік жаңағыдай кім біле қояр дейсің деп, кейбір кісілердің шығармаларын өзінің атына жазып жүрген жағдайы бар екен. Соны Хабиболла білгірлікпен айырып, ол кісінің өзінің орнына қойды. Өзінің қарабасы үшін бұл кісі еш уақытта әлгі бір байлық қуып, я дүние қуып, я бір жерден бірдемен жүріп қалу деген ол кісіде мақсат болған жоқ. Әйтпесе, ондай кісілердің дәрежесіндегі адамдар ол кездерде машинада мініп, жақсы үйдерлерде тұрып, үйінде толып жатқан заттары да болған кездері бар, бірақ бұл кісі ондайды мұрат етпеді. Жас сол неге Атырауға жұмысқа барған кезде бұл 26 жастағы адам, сонда бір баламыз бар. Сол жаңағы Маңғыстау ол кезде алыс, көлік жоқ, пойыз әлі жүрмеген, соның өзінде жаяулап, жалпылап, аттап, түйелеп деген сияқты көліктерге мініп, сол үлкен кісілерді іздеп, содан көп заттарды жазып алып келетін. Сосын бір Кавказдан бір доқырлық қорғауға бір жігіттер келді. Олар енді дәстүр бойынша Кавказдың дәмін алып келгендей бір жаңағы бір коньяк, андай бір жаңағы бір шарап секілді бір нәрсе әкелген екен. Соны Хабиболла алмай қайырып жүрді дейді апарса. Кейін маған айтты, онысы несі, біз онсыз да бауыр кісілерге көмектесуге біз дайынбыз ғой. Онысы несі, неге келген оны деп сөйтеді. Міне осындай тазалығы бар еді өзінің бойында. Кірпияз, тазалық, жаңағы адалдық деген секілді осындай бір жақсы қасиеттер бар еді. Қонаққа көп шақырады, бірақ оны шақырған жерлердің көбіне ана жұмысы қалып жатса, көбіне бармай қалатын. Ал барса да асығып отыратын, үйдегі жұмысым қалдау деп. Сол үйдегі жұмысын жасауға асығып, түннің бір уақытына дейін жұмыс жасауға соған отыратын. Тіпті бос уақыты болған жоқ. Ал арасында мына балаларымыз кішкене өскесін, папа бізден жерге апарсайшы, мен жерге апарсайшы деген кездерде, уже ұлдарымыз кішкене коньки тебетін, лыжы тебетін уақыттарда балаларын алып кететін, мына жерге, тауға жақын жерге, сол лыжы тебуге, коньки тебуге алып кететін. Сосын музейлерге, мына Мұхтар Әуезов музейіне, Сәбит ағамыздың музейлеріне балаларын апарып, сосын мынау Сарбаев ағамыздың әлгі музыкалық аспаптар барды. Соған апарып, мына аспап, мына аспап, ол кісі онысыны осылай жинаған, бұлай жинаған деп тарихын айтып, сөйтіп балаларына сөйтіп отыратын. Комсомольскийде жатты, барып едім. Осындай жатырмын, енді Құдайдың өзі біледі, қанша өміріміз қалды деп былай шаршаңқырап жатыр екен. Мұқа енді көзіңіз егер де олай бұлап кете қалсақ,
семьяға көзіңіз қырын саларсыз деген секілді кітаптарын жариялауға осындай бір ойыңызда жүрсінші дегендей бір тілектер айтып қалған шаршап жатқан кезінде. Бірақ кейін тәуір болып, сосын Маңғыстауға Форт Шевченкоге бір 2-3 жылға барып жұмыс істеп қайтты. 60 жылдың тұсында 60 жылдық тойын сол жақта өткізіп келді. Қайтып келіп, сосын осында өз бұрынғы жұмысын жалғастыра берді. Ол кісінің өмірлік мақсаты, былай айтқанда, осы әдебиеттегі өзі зерттеп жүрген адамдарды қалай да жарыққа шығару. Сол еңбегі өзінікі болмаса да, жаңағы кісілерді қалай да осы жарыққа шығаруға көп еңбегін жұмсады, денсаулығы кетті. Ауырып жүрсе де сол кісілердің уақытын, мына табиғаттың күндерін, бір жақсы жайма шуақ күндерді пайдаланып, мысалы қыс, көктем ол кісіге жақсы әсер етпейтін. Бірақ жазды, күзді жақсы көретін еді. Сол кездерде сол кісіменен сөйлесіп, қалайда сол кісіден бір пайдалы затты алып қалуға тырысатын. Ол пайдалы заты жаңағы бұрынғы өткен ақын жазушылардың, ақындар, жыраулардың сөздерін алып қалуға тырысып, соны іздеп кететін еді. Бүгінгідей мәдени құндылықтарымызды қайта бағалап жатқан тұста Хабиболла Сыздықовтың жасаған жұмыстарының қаншалықты дәл әрі мерзімінде жасалғанын байқауға болар еді. Өлі разы болмай тірі байымайтын жатымыздан шығармай қағайын.